Рамазан айында көп адамдардың жіберетін қателіктері. Ауыз ашар кезінде тап-тастай сұп-суық суды сылқ еткізіп ішіп алады. Бұлай істеу асқазанға, ұйқы безіне, өт жолдарына өте зиян. Сол себепті ауыз ашар кезінде ауыз күймейтіндей етіп жып-жылы суды ішу керек. Одан кейін бірден тамақ ішпей, намаз оқып 10-15 минуттай уақыт өткізіп барып тамаққа отыру керек. Сол кезде ол асқазанды, ішек жолдарын және де өт жолдарын тазалап шығарады, әрі денсаулыққа пайдалы. Одан кейін де майлы тамақтардан, тәттілерден шаманың барынша бас тартқан дұрыс. Біздің көбіміздің қателігіміз, жай күндерде жемейтін тамақты Рамазан айында опырып жейміз, тойып жейміз, одан кейін тарауық намазында ыңқ етіп тұрамыз да, сәждеге барған кезде ішкен тамағымыз аузымыздан шығып жатады. Одан кейін қарнымыз қойған себепті намаз уақытында ұйқыға тартып тұрады, құлшылыққа деген зауқымыз да болмайды. Сол себепті намазға баратын кезде тамақты тоймай ішкен абзал. Осы видеоны жақыныңызбен бөлісіп отырыңыз.